Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін қазіргі таңда өте танымал болып жатқан Whoopie Pie пирожныйын жасап көрсетемін. Бұл пирожныйның дәмі өте керемет, жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге толықтай ұнайды деген ойдамын. Ол үшін біз ең алдымен қамырын жасаймыз. Яғни қамырын жасау үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы сары май қажет. Менде сары май осылай кішкене қатылау, дегенмен де мен оны миксердің көмегімен осылай шайқап аламын. Енді оның үстіне жұмыртқа қосамыз, тағы да миксермен айналдырамыз. Осылай айналдырып аламыз. Одан соң барып оның үстіне сүт құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да миксердің көмегімен шайқаймыз. Шайқап болған соң оның үстіне қант қосамыз. Және тағы да миксермен айналдырамыз. Енді біз құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Яғни оған ұн, қосытқыш және какао жатады. Осы үшеуін біріктіріп, осындай елікке саламыз және жақсылап еліктен өткіземіз. Міндетті түрде негізі еліктен өткізген дұрыс. Мен бірден салып жібермеймін, 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламын. Жан-жағына шашырап кетпеу үшін алдын ала осылай айналдырып аламыз, одан соң барып миксерлейміз. Айналдырып алдым. Қазір миксердің көмегімен шайқау кішкене қиынырақ болып кетті, себебі біздің қамырымыз өте қою болып тұр. Осындай силиконды күрекшенің көмегімен араластырамыз. Мен міне осындай кондитерлі мешок дайындап алдым. Стаканға салып, енді тестаны соған салып, мен печеньенің формасын жасаймын. Ал егер де сіздерде ондай жоқ болса, онда қолыңызға күнбағысымен жағып, дөңгелек шариктер жасап, печеньенің формасын жасасаңыздар да болады. Міне осылай салып аламыз және бұрышын қиямыз. Қиған соң барып, оны печеньенің формасын салып, осы противеньге саламыз. Егер де сіздерде пергаментті бумага жоқ болса, онда күнбағыс майын жағып пайдалана беруге болады. Ең бастысы біздің печеньеміз жабысып қалмау қажет. Сондықтан күнбағыс майын кішкене көбірек жағу қажет. Барлық жеріне осылай толықтай жайып шығамыз және 170-180 градуста 10-12 минутта пісіреміз. Менде толықтай 12 минутта пісті.
өте жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Енді крем пайдаланамыз. Яғни мен кремді алдын ала дайындап қойдым. Бұл кілегейден жасалынған крем. Бұл менің каналымда бар. Егер сіздер қажет болса, онда мен описанияға сілтемесін қалдырып кетемін. Осылай бір бөлігіне жайып шығамыз. Енді келесі бір бөлігін оның үстіне жабамыз. Осылайша біздің пирожныйымыз дайын болады. Менде толықтай дайын болды. Менде барлығы 11 дана вупибай пирожные шықты. Енді мен бетіне және қалған кремнен осылай сәндеп бетін сәндеймін. Ал егер сіздерге оны ұнамаса, онда қалауыңызша сәндеуге болады. Мен холодильникте 20 минуттай ұстадым, себебі біздің крем мен пирожный бір-біріне толықтай сіңуі қажет. Сондықтан мен холодильникте 20 минуттай ұстадым. Міне көрдіңіздер ме, видеода көрсетілгендей барлық жеріне осылай істеп шығамыз. Осындай ерекше оңай жолмен жасалынатын осы бір пирожныйдың рецептісін сіздерге ұсынуға өте асықтым. Себебі ол өте дәмді, күшті болып шығады. Өздеріңіз жасап көріңіздер және нәтижесін комментарийға бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Себебі бұл өте дәмді әрі күшті пирожный. Қонақтар келген кезде өте оңай жасалынатын керемет пирожныйлардың бірі болып табылады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, және де каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі әлі де алда көптеген рецептер шығады, сондықтан оларды жіберіп алмаңыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.